Баршаларыңызға сәлем. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майтарыны сіздерге жасап көрсететін боламын. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал онда бастайық. Бізге қажет болатын зат бұл қуырылған тары. Бір бокал қуырылған тары. Бұл тарыны жақсылап ішіндегі майда тастарынан тазартып алуымыз қажет. Одан соң қайнап тұрған ыстық суға 5-6 рет жуып аламыз. Міне мен бірінші су құйғаннан ақ ішіндегі суы лайқа су болып тұр. Осы сит арқылы тарымызды 5-6 рет жуып алуымыз керек. Магазиннің тарысы жарамайды. Ол езіліп, каша сияқты болып кетеді. Бізге қуырылған тары қажет. Осындай суымыз тазалау болғанша жуамыз тарымызды. Тарымызды үстіне жарты бокал сүт құйып, қатты отқа қойып, қайнағанын күтеміз. Осылай қайнағанда 1-2 минут қатты отта қайнау керек. Үстінен сүті міне қайнап тұрған көріп тұрсыздар. Үстіп қайнап 1-2 минут қайнаса жетеді. Содан соң газымызды өшіріп, бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Менде жарты сағат тұрды жылы жерде тарым. Осылай шашықтың үстіне жайып аламыз. Теп-тегіс қып жайып аламыз тарымызды. 10-15 минут тұрса болды. Одан артық істемейміз. Тарымыз қатып қалады. Осылай тарымызды әдемілеп кептіріп аламыз. Одан соң жинап тарымызды үстіне 100 грамм шекер, 100 грамм бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Мен мына жерде қасықпен араластырып жатырмын. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы болу үшін қолдарыңызбен де араластырсаңыз болады. Тарымыз дайын, май тарымыз дайын. Осылай әдемі, тәтті болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады үйде. Дастарханға жентпен, осындай құртпен, құрмамен қоюға болады.